Hello everyone. Бүгінгі тақырып бізде demonstrative pronouns және өте қысқа сабақтардың бірі болады. Сол себепті бірден түсініп алуға тырысайық. Жалпы бұл pronouns бізде затты нұсқап көрсетіп тұратын есімдіктер. Бұлар заттың жақын немесе алыс және жеке көпше екенін білдіреді. Қазақ тілінде де бұл сөздер бар. Біз қазір айтып жатамыз ғой, анау, мынау, аналар деп. Тура сол, только ағылшынша түрі. Қазір оның формаларына назар аударып шығайықшы. Бірінші формасы ол this. Яғни сіздер оны жақын жердегі нәрсені көрсеткен кезде қолданасыздар. Тікелей қазақша аудармасы мынау. Окей? Мысалы мен айта аламын, this is a laptop. Бұл ноутбук. Немесе мынау ноутбук. Окей? Яғни тура қасыңызда тұрған нәрсені мынау деген мағынада айтасыздар. Именно нұсқап көрсетіп. This is a laptop. Жақын жерде болғанда. Онымен қоса ескеріңіздер, бұл міндетті түрде бір ғана зат болу керек. Екеу емес. This. Окей? Мысалы, this is my book. Бұл менің кітабым. Бірақ қазақ тілінде осы this деген сөзді біз екі түрлі айтамыз. Бұл және мынау. Екі вариантыда сонда дұрыс болады біз үшін. Енді екіншісі, егер де сіздердің жаңағы бір затыңыз алыста тұратын болса, онда жаңағы this-ті затқа ауыстырамыз. Сонда заттың тура қазақша аудармасы анау болады. That is my book. Анау менің кітабым. Окей? Енді жаңа біз тек қана бір заттарды айтқан кезде қолдандық. Бір кітап. This және that. Ал енді оны көпше түрі қалай болады? Екіден көп болса егер заттарыңыз. Онда сіздер жақын тұрған көп затты айтқан кезде these деп айтасыздар. Яғни these are my books. Бұлар менің кітаптарым, или жаңағы айтқандай мыналар менің кітаптарым. Бізде именно жақын жерде тұрған қазақ тілінде екі мағына бар. Бұлар немесе мыналар. Екінші, бұл егер жаңағы көпше заттарыңыз алыстағы тұрса, онда those болады. Those are my books. Аналар менің кітаптарым. Енді мен қазір сіздерге өте бір қызық нәрсе айтамын, жақсылап тыңдаймыз. Осы жаңа айтылған төрт сөз бізде заттың орнына өзі тұра алады. Яғни noun жоқ. Noun дегеніміз зат есім. Яғни зат есімнің орнына қолданылатын сөздер. Жалпы бұл ереженің аты pronouns қой, demonstrative pronouns. А pronouns'тар сол жаңағы зат есімнің орнына тұратын сөздер. Алдында сіздер object, subject pronouns'тарды өткенсіздер. Сол сөздер сіздерде не істеді? Зат есімдердің орнына тұрды. Мысалы, Айгерім болса, оның түбінде subject pronouns she тұр. Мыналар да дәл сондай рөлде ойнайды негізі. Қараңыздар, this is my book. Бұл менің кітабым. Those are very expensive. Енді қараңыздар, шына екінші мысалды негізге алайық. Those are very expensive. Аналар өте қымбат. Бірақ сіз жаңағы адамның қасында тұрмасаңыз, не нәрсе екенін көріп тұрмасаңыздар, онда қандай зат туралы айтқанын сіздер білмейсіздер, Анау. Қайсы анау? Оның түрі қандай, түсі қандай? То есть сіздер осы жерде байқай аласыздар. Those деген сөз негізгі заттың орнын басып тұр. Тура жаңағы he, she сияқты. Немесе I use I. Разница жоқ. Тура жаңағы subject, object, pronouns сияқты. Мына жерде де those, this деген жаңағы төрт сөз главный зат есімдердің орнын басуда. Енді бұл жерде қандай зат есім тұр екенін біз қалай білеміз? Біріншіден, көбінесе бұндай сөйлемдердің алдында сол заттың атауы аталған сөйлем тұрады. Мысалы, мен мына кітапты сатып алғым келеді, және олар өте қымбат. Яғни алғашқы сөйлемге назар аудару арқылы, егер ол жазылған түрінде берілсе, ал егер айтылған болса, шынайы өмірде болса, онда сіздер ол затты көріп тұруларыңыз қажет болады. Окей? Яғни мұнда this сөз нақты заттың орнына қолданылып тұр. Сондықтан бұны біз pronouns деп атаймыз. Pronouns'тың логикасы түсінікті болды ма? Бұндай pronouns'тар өте көп. Сіздермен бірге біз тек оның үш түрін ғана қарастырдық. Енді тіптен маңызды нәрсе бар. Demonstrative adjective пен бұны біз мүлдем шатастыруымызға болмайды. Яғни бізде demonstrative pronouns бар және adjectives деген нәрсе бар. Adjectives дегеніміз жаңа біздің қазақ тіліндегі сын есімдер бар ғой, заттарды сипаттайтын сөздер. Тура сол. И
көбінесе сол adjective тура жаңағы this деген сөздерді қолданады негізі. Екеуінде жаңағы demonstrative пен екеуінде айырмашылық бар. Қазір соны шатастырмау үшін бірге қарап шығайықшы. Естеріңізде сақтаңыздар. Егерде жаңағы this, those деген сөздерден кейін noun келетін болса, яғни зат есім келетін болса, онда ол adjective деген сөз. Мысалы, this book is mine. This дегеніміз қай кітап деген сұраққа жауап береді. Қай кітап? Және зат есім буктың өзі болып тұр. This сол букты анықтап тұр. Заттың орнына емес, затты сипаттап тұр. Қайталаймын. Заттың орнына емес, затты сипаттап тұр. Және оның негізгі сұрағы қай кітап? This book. Сондықтан бұл бізде demonstrative adjective. Өзі adjective'дің де түрлері көп болады ғой, адам түрін, түсін көрсететін және бағытын көрсететін. Мысалы, мына жерде бізде demonstrative adjective'дің түрі. Тағы бір мысалдарды қарастырайық. That house is old. Анау үй ескі. These students are clever. Анау студенттер ақылды. Жақсы, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Енді сабақтың астында тура осы ережеге байланысты сұрақтар, тапсырмалар болады. Тапсырмаларды қатесіз орындау үшін осы сабақта толықтай көріп және конспект жазуды ұмытпаңыз. Конспект маңызды. Және ескеретін дүние, қандай да бір деңгейді аяқтаған кезде сабақтың соңында міндетті түрде сіздерден кітаптердің суретін сұрайды. Яғни басынан соңына дейін суретті мұғалімге түсіріп жіберуіңіз қажет болады. Сол себепті білімді толықтай тиянақты аламыз. Әрі қарата жалғастырайық. Енді мына жерде ескеру керек ереже бар. Demonstrative pronoun әрқашан to be етістігімен сәйкес келуі керек. Егер де сіздер this затты қолданатын болсаңыздар, онда оған біз is немесе өткен шақта was to be етістігін жалғаймыз. Себебі this пен зат ол тек қана бір затты білдіреді. Ал егер де this пен those келетін болса, онда оларға are немесе өткен шақта were қолданамыз. Мысалы, мына сөйлем дұрыс па? Қарап көріңізші. These are my books. Жоқ, бұл бізде дұрыс емес, Себебі this ол мынау дегенді білдіреді, Сол себепті бұл thisті біз this деген сөзге ауыстырамыз. These are my books. Онымен қоса demonstratives тек қашықтықты білдірмейді, онымен қоса уақытты да білдіреді. Яғни уақыт мағынасы past, present-та осы төрт demonstrative pronounсты қолдана аламыз. Ол қалай? Егер де сіздер this немесе this деген екі сөзді қолданатын болсаңыздар, ол қазіргі уақыт, жақын кезеңді білдіреді. Ал егер де that, those дейтін болсаңыздар, онда ол өткен уақыт, алыстаған кезеңді білдіреді. Мысалы, this is a good day. Яғни бүгін керемет күн. Бүгінгі мағынаны білдіріп тұр. Ал егер де біз those were hard times дейтін болсақ, ол кез прям қиын уақыт болған деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде уже those арқылы өткен кезеңді білдіріп тұрмыз. Тіпті бар ғой, қашықтық жағынан да байқауға болады ғой, алыс. Бізде всегда алыс уақытты да білдіреді, алыс қашықтықты да білдіреді қазақ тілінде. Онымен қоса осы төрт сөзді қолдану арқылы өздеріңіздің эмоцияларыңызды көрсетсеңіздер болады. Жалпы ағылшындықтар осы сөздерді жиі қолданады. Мысалы, that's amazing, this is unbelievable. Онымен қоса үшінші сөзді қарайықшы, those were the days. Яғни бір ностальгия болып еске түсіріп жатасыздар ғой. Сол кезде осы сөзден бастасаңыз болады. Онымен қоса that пен those'ты еске алу, сағынышты білдірген кезде қолдана аласыздар. Жаңа тіпті уақыт айтқан кезде де осы that пен those'ты біз өтіп кеткен нәрселерді айтқан кезде қолдандық қой. Тура солай эмоция кезінде де сіздер еске алу, сағыныш кезінде қолдана аласыздар. Жалпы осы сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Барлық нәрселерін қарастырып шықтық. Demonstrative pronounстың. Енді қазір астағы тапсырмаларды орындауға кіріссеңіздер болады. Сау болыңыздар, сәттілік.